Жеті шелпек туралы құпияны білесіз бе? Осы оқиғадан соң әр жұма сайын жеті шелпек пісіруді әдетке айландырдым. Армысыздар құрметті оқырмандар. Арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып, қолдау білдіре отырыңыздар. Бүгінде апатай деп оянған Айсәуленің жағдайы бәрімізді алаңдата бастады. 4 күннен бері жылап оянатынды шығарды. Алғашында балалармен күндізгі тартысы түсіне кіретін болар. Шошынып қалған шығар деп мән бермедік. Жұбанған соң ашылып ештеңе айтпайды. Осы мәселемен дәрігерге де кеңес сұрадым. Қажетті ем-домды қабылдадық. Ауладағы достармен де қарым-қатынасы жақсы. Олармен тату-тәтті ойнайды. Отбасылық жағдайымызда ешқандай келеңсіздік жоқ. Алайда түнгі ұйқыдан шошынып, жылап оянатыны ойландырды. Болып жатқан жағдайларға не істерімді білмей, терең ойға шомып отырғанда, көрші Сырғаш апай жаныма келді. Ол да менің 3-4 күннен бері көңілімнің алай-дүлей болып жүргенін байқады. Себебін сұрады. Көргені мен білгені менен көп қой деп, қызымның жағдайын жайып салдым. Әңгімемді үзбей соңына дейін тыңдаған көршім: енең марқұм Айсәуле немересін өте жақсы көруші еді. Аулада ойнап жүгіріп қалса, ауырып отырған аяғына қарамай, сүрініп қағынып немересіне жететін. Айсәуле де апасына ерекше бауыр басты емес пе? Жарықтық өмірінің азайып бара жатқанын сезді ме, кім білсін. Соңғы кездері Айсәуленің жағдайына көп алаңдайтын. Қызының мектепке барғанын көруді армандайтын. Қолынан ұстап, жетектеп мектепке апарсам, өліп кетсем де арманым жоқ дейтін. Ауруының демдеп бара жатқанын біліп, өмірін қимай кетті ғой. Сүйікті немересін алыстан көріп, сағынышын басып жүрген болар. Түсінде апасын көрген соң жете алмай, жылап оянып жүрген шығар. Мұндайды соқыр сенім деп қабылдайтындарыңды білем. Бұрынғылар түсінде шошып оянса, түн баласы ұйықтамай мазаланса, ештеңеге көнбей жыланса, молда имамдарға апарып дұға сөрелерді оқытып, белгісіз ауруларынан айықтырып алатын. Ал қазіргі жастар басы ауыра қалса да, дәрігерге жүгіріп барып, үйіп төгіп дәрді әкелесіңдер де, оны балаларға беріп, кішкентай ғана ағзасын улайсыңдар. Менің ақылымды алсаң, мешіттегі молдаға апарып дем салдыр. Түкіртіп жіберудің де еш зияны жоқ. Бұл мұсылманшылықта бар дүние. Осыдан соңда нәтиже шықпаса, қалаған дәрігеріңе барып, ем қабылдауыңа болады, деді. Сырғаш апайдың айтқандарын жолдасыма айтып, сол күн-ақ қызымызды көрші ауданда тұратын дем салатын апайға алып бардық. Оның көрегендігі де бар екен. Алдына кірген біздерді көрді де: балалар, Құран дәметіп, үйлеріңді әруақ жағалап жүр. Қайтыс болғандарға Құран бағыштау сіздердің парыздарыңыз болмақ. Мұны ескермесеңіздер, отбасыларыңызда жағымсыз жағдайлар орын алады. Әр жұмада қазақтың салты бойынша 7 шелпек пісіріңіз. Марқұмдардың әруағына бағыштап, Құран оқып, көршілеріңізге таратып жіберіңіз. Бұл жаратушыға серік қосу емес, керісінше сауаптың бір түрі болмақ. Осыған байланысты мына аңызды баяндап берейін, деді емші апамыз. Баяғыда бір жолаушы келе жатып, сандық тауып алады. Ашып қараса, алтын тас жатыр екен. Құдайым жоқ жерден берді ғой деп шаттанған бейбақ алтынға қол соза бергенде, алтын тас үлкен жыланға айналып өзіне тап береді. Ей бейшара, не тапсаң да өз сорыңнан көр. Сандықта жатып 1000 жыл бойына біреу мені босатса, алтынмен аптап, күміспен қаптаймын деп тіледім. Ешкім құтқармады. Бүгін кімдегі мені құтқаратын болса, соны жұтамын деп серт бердім. Сен кезіктің, енді сертімді орындаймын, дейді. Жолаушы чырпыр болып, жалынса да жылан көнбейді. Кенет оның көзі 30 жолаушыны шалды. Қуанған жолаушы олардан араша сұрайды. Олар жыланнан қорқып, бұл жылан алып екен, бұған шамамыз жетпес, деп кетіп қалады. Жылан жақындай түседі, бейбақ. Өлген жерім осы болды ғой, дей бергенде тағы да 5 кісінің сұлбасы көрінеді. Жолаушы
құтқар деп жалынады. 30-да шамасы жетпегенде бізден не күтесің деп оларды кетіп қалады. Жылан төне түседі. Бейбақ иманын үйреді. Сол кезде бір аласа бойлы адам келе қалады. Ей жылан, мына бейбақтың не жазығы бар? Деп сұрайды. Жылан мән жайды баяндап. 30-дан қайыр 5 жаннан пайда болмағанда сен не істей аласың? Жолыңнан қалма, дейді. Аласа адам. Ей жылан, жазықсыз жанға жала жаппа. Өтірігіңе сенбеймін. Айтқаның рас болса, мына денеңмен кішкене сандыққа қалай сыйдың? Көз көрмей, көңіл сенбейді, дейді. Жылан бұлқан-талқан ашуланып, сандықтан қалай шықсам, солай сыйып та кетемін, дейді де, түтінге айналып, жоғары көтеріліп, сандыққа кіріп кетеді. Аласа адам сандықты тарс жауып, жыланнан құтылдың, енді жолыңнан қалма, дейді. Жолаушы қуанып, айлаңды асырдың, батыр. Қарыздармын, жөніңді айт, кімсің, дейді. Бұл жылан орынсыз айтқан өз сөзін, 10 пәленің 9-ы тілден орынсыз сөз иесін табады. Ақылды адам тілін буады. 30 кісі ұстаған оразаң, 5 кісі қаза қылған 5 уақыт намазың. Құлшылыққа салғырт қарадың. Олардан қайыр болмады, бірақ сен жұма сайын 7 шелпек пісіріп, кедей-кепшіктерге садақа бердің. Мен өзің пісіріп таратқан шелпекпін. Сені құтқаруға Құдайдың өзі жіберді, депті. Міне, 7 шелпектің өз отбасыңызға да, өткендерге де тигізетін шарапатын көрдіңіз бе? Деді. Мұны естіген соң, әр жұма сайын шелпек пісіріп таратып, Құран оқуды дәстүрге айналдырдық. Апамның салған демінен кейін қызымыздың да ұйқысы тынышталып, жылап оянатын әдетінде қойды.